Таушық ауылындағы мешітке Маңғыстауға белгілі молда, білгір шешен Төлесін Сәменовтің есімі берілді. Салтанатты шараға аудан әкімі, облыстың бас имамы, ұрпақтар мен ауыл ақсақалдары қатысты. Төлесін молда туралы естеліктер айтылып, рухына Құран бағышталды. Жансая Оразбай толықтырады. Төлесін Сәменов 6 жасынан бастап атасы Іздібайдан мұсылманша сауат ашып, Ержан Хазіреттің шәкірті болды. Молда әулетінен болған үшін кеңес үкіметінің қаһарына ұшырады. 12 жыл тар қапаста отырды. Сол түрмеде жүріп, жаңағы намазын оқып, өзінің ұстауын ұстап жүрген. Оны жалғастыруға келгеннен кейін үкімет рұқсат етпеді, жасырын оқып жүрді. 2-ші сыныпты бітіріп келген жылы қарасам, сақал қойып, намазды ашық түрде оқып жүр екен. Содан кейін енді халық алдында, ел алдында беделі күшті болды. Сол уақытта ол жаңағы түрмеден келген адамдарды жұмысқа қабылдамайды ғой. Сосын мына Сартастағы осы жердегі мына кен аулау геологиясында орыс тілінде, қазақ тілінде, араб, парсы тілдерін жақсы біледі. Сол жерге жұмысқа орналасып. Осылайша ол 1953 жылы түрмеден босап шығысымен ел ішінде имандылықты насихаттауға белсенді араласты. 1990-2001 жылдар аралығында алғаш болып Таушық ауылынан мешіт салдырды. Имам алдыртып, ауыл тұрғындарын иманға шақырып, дін жолында 88 жасына дейін риясыз қызмет етті. Қуаныштамыз, адал адам керек болса, мұсылман дініне қажет адам керек болса, қазаққа қамқор адам керек болса, өзінің білген уағызын түсіндіріп, тәрбиелік мәні бар сөздерменен араластырып айтып отыратын адам керек болса, Төкен Төлесін дейді. Бұл кісіге қандай біздің тарапымыздан қандай марапат жасалса да, қандай атақ берілсе де лайық деп есептейміз. 22 жыл бұрын Таушықтағы мешіт салынып біткен соң Төлесін молданың атын беру туралы ұсыныстар айтылған болатын. Алайда мұны өзі құптамапты. Бүгінде ауылдастары құрметтеп, қайта ұсыныс тастап, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қолдауымен ресми түрде молданың есімі берілді. Салтанатты шарадан соң Төлесін Сәменовтің рухына Құран бағышталды. Жансая Оразбай, Ерлан Амантай, жаңалықтар.